Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жүзім туралы бірнеше ақпараттар беретін боламын. Яғни оның пайдасын, зиянын бірге білетін боламыз. Ендеше видео басталмас бұрын менің арнама әлі де тіркелмесең, тез тіркеліп, видео ұнаған болса лайк қойып, комментарий жазып кетуді ұмытпа. Ендеше біз бастаймыз. Жер бетінде ең алғаш пайда болған өсімдіктердің бірі жүзім. Оның жапырақтарының ісі мен дәндерінің қалдықтары сонау бор дәуірінің қазба жұмыстарының арасынан табылған. Қазіргі таңда жүзім ең көп өсірілетін аймақ Кіші Азия. Онда жүзімнің шамамен 10 мыңдай түрі кездеседі. Жүзімнің құрамында Р, С, В1, В2, В6, Д, Е, Р дәрумендері калий, магний, кальций, фосфор, кобальт, никель, титан, бор, алюминий, силиций, йод, цинк, күкірт және марганец секілді микроэлементтер болса, піскен жүзімнің 100 граммында 154 грамм карбондық гидрат, 1 грамм протеин, 1 грамм май, 21 грамм фосфор, 6 миллиграмм темір. Азаздан болса да басқа да элементтер, түрлі дәрумендер, су кездеседі. Жүзім құрамындағы магний адам денесіне де, мидың да тынуына ерекше әсер етеді. Ол бауыр ауруларын, қан азықты емдеуде көп қолданылады. Құрамындағы жеміс қышқылдары бүйрек пен ішек жүйесінің жұмысын реттеуде, қанның тазаруы мен майдың еруіне көмектеседі. Дененің вирустарға қарсы тұруын да күшейтеді. Жоғары калориялы болумен қатар құрамында өте аз мөлшерде май мен протеин болғандықтан жүзім өте тамаша қорекке жатады. Құрғақ жүзімде су аз болғандықтан оның калориясы өте жоғары, әрі темір мен кальцийге өте бай. Жүзім адамның иммунитетін күшейтеді, жүйкені тыныштандырып, терінің түлеуін арттыра түседі. Ол сондай-ақ аллергия мен буындарда тұз жинаудың алдын алуда таптырмайтын жеміс. Енді жүзімнің зиянын айта кетсек. Дұрыс жуылмаған жүзімде пестицид, ашытқы, саңырауқұлақтары, шаң, тозаң қалдықтары қалып қоюы әбден мүмкін. Қара жүзім бас сақинасы ауруын жүдетіп жіберуі мүмкін. Ал қызыл жүзімнің құрамындағы таниндер сақина ауруын тудыруы мүмкін. Сондықтан жүзімді мөлшерден тыс жеуден аулақ болыңыз. Ең бастысы жер алдында жақсылап жууды ұмытпаңыз. Біздің видео аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, лайк қойып, комментарий жазып, менің арнама әлі де тіркелмесең, тезірек тіркеліп кет.